Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі. Тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнінен қашықтан оқытуға арналған сабақ. Модуль атауы әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдерді жылу мен аспаздық өңдеуді орындау. Оқытушы Жұмабекова Айша Әкімбековна. Сабақтың тақырыбы ет тағамдарын дайындау. Сабақтың мақсаты: сіздер ет тағамдары атауларын қайталау арқылы қазақша ет тағамын дайындау технологиясын игересіздер және ізденімпаздық қасиеттеріңізді жетілдіресіздер. Ет тағамына қандай етті қолданады? Суреттерге қарап, мал атауларын айтыңыздар. Жылқы етін, сиыр етін, қой етін қолданады. Сурет бойынша сөйлем құрастырыңыздар. Сөйлем құрастыру барысында ет тағамдары атауларын еске түсіріңіздер. Жылқы етінен қазы-қарта қазақша ет тағамдарын дайындауға болады. Келесі: қой етінен қандай тағамдар дайындауға болады? Қазақша ет, қуырдақ, кәуап, сірне тағамдарын дайындауға болады. Келесі: сиыр етінен қандай тағамдар дайындауға болады? Сурет бойынша сөйлем құрастырыңыздар. Тағамдардың атауларын өздеріңіз айтыңыздар. Сиыр етінен қазақша ет, манты, қуырдақ, тұшпара дайындауға болады. Қазақша ет тағамын дайындау технологиясы. Қазақша ет тағамын дайындау технологиясын игеру үшін бірнеше жаңа сөздерді дәптерімізге жазып, есімізде сақтайық. Ет асу, варить мясо, дайындау әдісі, способ приготовления, көбігін алу, удаление пены, қамыр илеу, месить тесто, тұздық соус. Осы жаңа сөздермен қатысқан бейнебаян қараңыздар. Мұқият болыңыздар. Қазақша ет дайындау үшін жылқы еті, сиыр еті, қой еті таңдалып алынады. Етті жуып қазанға салып, үстінен қазан толғанша суық су құйылады. Ет қайнағанша қамыр иленіледі. Жылқы еті 3-3,5 сағатта, сиыр еті 2,5-3 сағатта, қой еті 2-2,5 сағатта дайын болады.
қайнағаннан кейін сорпаның бетіндегі көбік алынады. Қамырды сүзіп алғаннан кейін қамырдың бетінен тұздық құйылады. Тұздықты пиязды сорпаның майына қайнату арқылы дайындайды. Басты бөлек қайнатады. Етті дастарханға тұтастай турап әкелуге болады. Бейнебаянның мазмұны бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Қандай ет тағамдарын білесіздер? Қазақша етті қандай еттен дайындайды? Жылқы, сиыр, қой еттері қанша уақытта дайын болады? Еттің көбігін немен алады? Еттің тұздығын қалай жасайды? Бүгінгі сабақта сын есімнің салыстырмалы шырайларын қайталаймыз. Сын есімнің салыстырмалы шырайлары: бірінші, рақ, рек, рақ, рек жұрнақтарын жалғау арқылы жасалады. Екінші, лау, леу, дау, деу, тау, теу жұрнақтарын жалғау арқылы жасалады. Үшінші, қыл, кіл, қыл, ғыл, шыл, шіл, ша, ше жұрнақтарын жалғау арқылы жасалады. Грамматикалық жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті шылауларды жалғап сөйлемді толықтырыңыздар. Мысалы, жылқы еті қой етіне қарағанда қаттырақ. Келесі сөйлемдерді өз беттеріңізше жазып, жаттығуды аяқтаңыздар. Үй тапсырмасы. Қуырдақ дайындау. Шығармашылық жұмыс. Қосымша тапсырма. Келесі сабақта ет тағамдарын ұсынамыз. Қазақша етті жілік деп тартамыз. Соған орай мал мүшелерінің атауларын және кімге қандай мүше тартылатыны туралы қарастырып келіңіздер. Табақ тарту дәстүрі бойынша өз ойларыңызды жинақтап келіңіздер. Менімен кері байланыс жасау үшін көрсетілген мәліметтер бойынша хабарлассаңыздар болады. Үйде болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыз.